Саламатсыздар ма? Менің атым Байғали Мадина. Бес модель канвасы ретінде мен сурет мектебін қорғаймын. Құнды ұсыныстар ретінде балалар мен ересектерге сурет салуды үйрету және шығармашылық ойлау мен қиялды дамыту және жеке және онлайн сабақтарды және аудиторияға дайындауды алдым. Негізгі іс-әрекеттер ретінде сабақ өткізу, көрмелер ұйымдастырып тұру, жаңа курстар дайындау және де маркетингпен жарнама жүргізіп отыру. Негізгі серіктестер ретінде мәдениет үйлері, галереялар, онлайн білім беру платформалары және спонсорлар, клиентпен қарым-қатынас ретінде жаңа оқушыға жеке кеңестер беріп тұру, ішкі көрмелер мен галереялар, конкурстар ұйымдастырып тұру кіреді. Және де бірнеше айға жазылуға жеңілдіктер беріледі. Клиент сегменті ретінде балалар, студенттер, ересектер және де өнерге қызығатын адамдар, сын абитуриенттер жатады. Табыс көздері ретінде сабақтарға төлем, жазғы шығармашылық лагерлер, қосымша сабақтар мен мастер-класстар және қосымша табыс ретінде клиенттерге материалдарды сату жатады. Шығын құрылымы бұл ғимарат арендасы, мұғалімдерге төленетін жалақы, материалдарға кететін шығын және де маркетинг пен жарнама техникалық шығындары. Негізгі ресурстар ретінде білікті мұғалімдер, студия, мольберт, бояулар және онлайн платформалар кіреді. Арналар ретінде Instagram, Telegram, TikToktан жарнама жасап, аудиторию жинау және де қалалық мәдени шараларға қатысып тұру. Енді қаржылық есепке тоқталсақ, ғимаратты жалға алу бұл 400 мың теңге, жөндеу және интерьер бұл 1 миллион теңгені құрайды, және де жиһаз және жабдықтар 800 мың теңге болса, сурет материалдары бұл 400 мың теңге өтеді. Компьютерлер және планшеттер бұл 2 миллион 500 мың теңге тұрады. Маркетинг және жарнама 400 мың, заңдастыру және лицензия алу, тіркелу бұл 300 мың теңгеге шығады. Барлығы және бастапқы инвестициялардың бәрін санай отырып 5 миллион 800 мың теңге. Онлайн суреттер мектебі платформасын құру жоспары. Жаңа онлайн бағыт мектепте тек бір қалада ғана емес, бүкіл Қазақстанға және де шетелге дейін аудитория жинауға үлкен көмек береді, мүмкіндік береді. Бұл онлайн мектеп бағытының пайдасы бұл кез келген адам қашықтықтан үйрене алады және де оқушылар саны шексіз болуы мүмкін. Тағы да бір рет түсірілген сабақтар бірнеше рет сатылып, бұл пассив табыс әкеледі. Бренд имиджін күшейтеді. Назарларыңызға рахмет.